Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мен Жақанова Рада Молдабекқызы, Қармақшы аудандық оқушылар үйінің тоғызқұмалақ үйірмесінің жетекшісі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тоғызқұмалақ ойынының ережесі. Сабақтың мақсаты оқушыларға ұлттық ойынның негізгі ережелерін үйрету, оқушыларға тоғызқұмалақтың негізгі шарттарын түсіндіру арқылы логикалық ойлау қабілетін, математикалық амалдарды тез санау, ой өрісін толық дамыту және ұқыптылыққа өз бетімен жұмыс жасауға үйрету. Оқушыларды ұйымшылдыққа, достық қарым-қатынасқа, ұжымдылыққа, ұлттық рухтасығынан қалыптастыруға бейімдеу. Тоғызқұмалақ ойынының негізгі терминдері: құмалақ, қазан, отау, бастаушы, қостаушы, тұздық, атсырау. Ойналады. Ойын тақтасы 2 қазан, 18 отау, 162 құмалақтан тұрады. Ойын басында әр ойыншыға 1 қазан, 9 отауға 9-9-дан салынған 81 құмалақ тиесілі. Алғашқы жүріс жасаған ойыншыны бастаушы, ал қарымта жүріс жасаған ойыншыны қостаушы деп атайды. Кейде бастаушы үшін ақ жағы, қостаушы үшін қара жағы деген тіркестерді де қолданады. Тоғызқұмалақ ойыны арнайы тақтада 2 адам арасында ойналады. Ойын тақтасы 2 қазаннан, 18 отаудан, 162 құмалақтан тұрады. Ойын басында әр ойыншыға 1 қазан, 9-9-дан салынған 81 құмалақ тиесілі. Алғашқы жүріс жасаған ойыншыны бастаушы, екінші жүріс жасаған ойыншыны қостаушы деп атайды. Әрбір ойыншының қазаны тақтаның өз бөлігінде емес, қарсыласы жағына орналасқан. Ойын тек осы 18 отауда ғана жүргізіледі. Жүріс жасау үшін өз жағыңыздағы отаулардың бірінен 8-ін алып, біреуін орнында қалдырып, қалған құмалақтарды қолға алып, солдан оңға қарай бір-бірлеп таратамыз. Әрбір ойыншының қазаны тақтаның өз бөлігінде емес, қарсыласы жағына орналасқан. Ойын тек 18 отаудан ғана жүргізіледі. Жүріс жасау үшін өз жағыңыздағы отаулардың бірінен 8-ін алып, біреуін орнында қалдырып, қалған құмалақтарды қолға алып, солдан оңға қарай бір-бірлеп таратамыз. Тарату сәтінде құмалақтар өз отауларымыздан асып кететін болса, қарсыластың отауына таратамыз. Егер соңғы құмалақ қарсыластың тақ санды құмалағы бар отауына түсіп, ондағы құмалақтарды жұп болса, сол отаудағы құмалақтар ұтып алынып, өз қазанымызға салынады. Егер соңғы құмалақ қарсыластың жұп санды құмалағы бар отауына түсіп, тақ қылса немесе өз отауымызға түссе, құмалақ ұтып алынбайды. Мысалы, 6-шы отаудағы 9 құмалақты тарататын болсақ, біреуін сол отауға тастап, келесін бір-бірлеп отауларға салып шығамыз. Қарсыластың 5-ші отауындағы 9 құмалағына отауына келіп түсті, ондағы 10 құмалақ жұп қылып өз қазанымызға аламыз. Егер 5-ші отаудағы 9 құмалақты алып тарататын болсақ, 5-ші отауға біреуін тастаймыз, келесін бір-бірлеп салып шыға, қолымызда құмалақ таусылғанша салып шығамыз. Енді қарсыластың 4-ші отауында келіп түсті, қарсыластың 4-ші отауында жұп 10 құмалақ бар, менікімен 11 құмалақ бол. 11 құмалақ тақ болса, құмалақты алынбайды. Ойын барысында кез келген отауда бір ғана құмалақ қалғандай болса, ол құмалақты алып келесі отауға жүруге болады. Ал отау бос қалады. Мысалы, үшін бастаушы өзінің кезекті жүрісінде 6-шы отауындағы бір құмалақты келесі 7-ші отауға жүрді делік. Сонда 6-шы отау бос қалады. Мінекей, 6-шы отаудағы бір құмалақты 7-ші отауға жүргенде 6-шы отауымыз бос қалады. Егер ойыншы ойын барысында 82 құмалақ жинаса, ойын бірден тоқтатылып, сол ойыншы жеңімпаз болады. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.